Қайырлы күн достар, бүгін біз сүзбелі бәліш немесе творожный пирог дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, барлығы видеода анық бәрі көрсетілген. Тура видеодағыдай ортасы түсіп кетпейтін, бір жасағаннан шығатын пирог міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті толығымен көргеннен кейін бағалап жіберулеріңізді сұраймын. Лайк, комментарий және де арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек заттар: разрыхлитель, жұмыртқа, сахарная пудра, май және де ұн. Ең бірінші ұнымызға сахарная пудра, разрыхлитель және де майда салып, толығымен бәрін араластырып аласыздар біркелкі масса болу үшін. Ең бастысы, бұл рецептте барлық заттарыңыз бөлме температурасында болуы міндетті. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша дейін араластырып шығасыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Асты пергамент төселген формамызға қамырымызды жайғастырып шығамыз. Қамырымыз біркелкі тегіс болуы міндетті, сонда біздің пирогымыз өте әдемі болады. Бәрі осыған байланысты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде формамның асты алынады және де пергамент төселген. Формамыздың сыртын, шет жағын, бортиктарын маймен сыламаймыз, өйткені қамырымыз өзі сондай майлы болып келеді. Қамырымызды осылай дайындап қойдық. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қаймақ, қант ұнтақ және де ірімшік қажет болады. Ірімшіктің майлылығы 9%-тан кем болмауы керек. Ендігі кезекте барлық заттарды қосып, блендердің көмегімен өзіңізге ұнайтындай көлемде ұсақтатуға болады. Ал егерде блендер болмаса, біркелкі масса болғанша дейін миксермен араластырып алсаңыздар болады. Міне дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде осындай масса шықты. Бөлме температурасында тұрған қамырымызға салмамызды салып, біркелкі етіп тегістеп шығасыздар. Егерде қамырыңыздың бортиктары салмаңыздан қарағанда биік болып кетсе, астыға қарай түсіріп қойсаңыздар болады. Салманың биіктігімен бірдей болса, сіздің бәліштеріңіз өте әдемі болып көрінеді. Дәл видеодағыдай тегістеп шығасыздар және үстінен өздеріңізге ұнаған жеміс-жидектерді жайғастырып шықсаңыздар, пирогыңыз одан да әрмен тәтті болады. Немесе бұл жидектер болмаса, түгетпейді, тек қана сүзбелі бәліш пісірсеңіздер де болады. Әркімнің өзінің талғамына байланысты бұл жерде. 160 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бәлішіңізді пісіріп аласыздар. Бәлішіміздің дайын болғанын, қамырымыздың шет жағы қызарса, яғни да біздің бәлішіміз дайын болды деген сөз. Енді толық суығанша дейін формадан алмаймыз. Біздің бәлішіміз толығымен суыды. Енді формадан видеода көріп тұрғандарыңыздай алып шығатын боласыздар. Өте оңай шешіледі. Әрине, егерде формаңыз дәл менікіндей болатын болса, жұмыс істеу өте ыңғайлы болады. Бір рет алып қойсаңыздар болады. Бұл форма сіздерге жылдап қызмет ететін болады және бағасы да өте тиімді. Міне біздің бәлішіміз дайын болды. Үстін сахарный пудрамен сеуіп қойсаңыздар болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасы барлығы піскен. Ас болсын, өте әдемі және де өте нәзік дәмі бар. Бұл пирогты жасауға міндетті түрде кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыз.